Сортаңда ауданы Баудөлен балабақшасына Ботақан тобына келдім. Жасым 4-те. Атым Сесқан қызы Марам, апайым Күзе апай. Рахмет. Екеуміз бүгін бірлесе отырып бір ғажайып жұмыс жасаймыз. Міне қарап көрші, мына тақтайшаның үстіне мына қаңылтыр ыдысты қоямын. Қатты сен басып көрші, жабыса ма? Жабыспады. Көрейік, міне алып көрейік, жабыспады. Ал енді осы қаңылтыр ыдысты біз осы тақтайшаның үстіне жабыстыратын тәжірибе жұмыс екеуміз бірігіп жасаймыз. Жарайсың, Мариям, екеуміз бүгін тұзға тәжірибе жасаймыз. Мына ыдыста міне тұз, мұз, қаңылтыр ыдыс, бөтелкеде су, қасық, тақтайша керек. Осыдармен біз бүгін тәжірибе жасап көреміз. Тақтайшаның үстіне суды құя қой. Бөтелкедегі суды құямыз. Құя қой. Жарайсың. Енді мына қаңылтыр ыдысты қоямын. Кішкене қаңылтыр ыдысты қой. Енді саған не керек? Мұз керек, мұзды сала қой. Мұздың барлығын сала қой. Мен саған көмектесейін, бір-екі мұзды салып береміз. Тағы да мұздарды сала қой. Енді бір мұзды сала қой. Мариям, енді үстіне қасықпен тұздарды сала қой. Түргіп сала қой, қасықпен мол қылып тұз сала қой. Мұздың үстіне сала қой. Жарайсың, Мариям, кәне мен саған көмектесейін ба? Мұнда біз тұзды салып жатырмыз. Осы тұздың қасиетін тексереміз. Тұз қазір мұзға барғанда мұзды ерітеді. Ал мұз еріген кезде мына қаңылтыр ішіндегі мұз еріп, мына тақтайшаны бірге қатырып шығады. Ал міне қарайық, мына тақтайша қазір ішіндегі мұз еріп, мұздың үстіне салған тұздан болып, су ериді. Судан қайтадан мына қаңылтыр ыдыс тақтайдың бетіне қатады. Қарап көрейік шығасың. Мариям, міне тақтайшаны мынау көтеріп тұр қатты. Сен не себептен бұл тақтайшаны үстінде қаңылтыр ыдыс көтеріп тұр деп ойлайсың? Айта қойшы маған. Біз Қаңылтыр ыдысқа не салдық? мұз, Және тағы да мұздың үстіне не салдық? тұз салдық. Содан ол еріп, қатып қалды. Астында тақтайға қатып қалды. Тақтайды қосып қатырды мына қаңылтыр ыдыс, иә?